Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? 6-шы күнгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып ақша және мен. Жалпы бұл тақырыпты мен сөйлемес бұрын, кеше біз осы Алина ханымдармен бірге жүрдік. Сол кезде маған ең қатты ұнаған бір сөзді айтқым келеді және осы сөзбен сабақты бастағым келеді. Жалпы адам өз қорқыныштарына қарай ұмтылатын болатын болса, ол адам жетістікке жетеді дейді. Яғни қорқыныштан қашқан адам өзіне ештеңе ала алмайды екен. Ал кімдер өзіне табыс, ақша дейміз, мүмкіндіктер дейміз, жолының болғанын қалайды, оның барлығы қорқыныштарына жүзген адамдар, яғни қорқыныштарына қарай жүрген адамдар екен. Жалпы ақшаның пайда болу себебіне тоқталатын болса, ақша ол айырбас құралы ғана. Бір затты алу құралы ғана. Яғни ақша мына жерге келеді, оны сатып аласың, одан кейін, яғни ол айналым. Ол үнемі айналып тұратын айналым. Ал егер сіз дәл қазір ақша сіз үшін не деген сұраққа қандай жауап бергіңіз келеді? Менің бір жеке терапияма келген кісі 11 миллион теңгесі қарыз болды. Сіз үшін ақша не десе, ақша ол жинақтау қоры дейді. Бұл кісі ақшаны былай қысып ұстап алады екен де жібермейді екен. Ұсақ-ұсақ қарыздарға кіре бастаған ғой. Әйтеуір өзінің қолында тұрған ақшасын жібермей тұру, мықтап ұстап тұру. Қарызға болатын болса, арзан болатын болса, қарызға жақсы шығатын болатын болса дейткендағы басты мақсаты қолындағы ақшасын жібермей, қарызға дүние ала береді екен. Содан кейін барып ол кісіге, жаным, ақша ол жинақтаушы қолда тұратын зат емес, ол айналым дегеннен бастап ол кісінің бұл ақшаға байланысты ойы өзгере бастады. Енді ақша туралы кез келген, тек қана ақша емес, кез келген мәселеге сіздің өміріңіздегі біз ең бірінші көз қарасымызды тексеруіміз қажет екен. Біз бүгінгі сабақ ақша болғандықтан, ақшаға сіздің көз қарасыңыз қандай? Ақша туралы ойлаған кезде сіз нені ойлайсыз? Мүмкіндікті ойлайсыз ба, қорқынышты ойлайсыз ба, ақша ойлаған кезде бір тәкаппарлықты ойлайсыз ба, жетіспеушілікті ойлайсыз ба? Ақша жалпы сіздің өміріңізде, сіздің ойыңызда қандай құрал? Оны сіз өзіңіз жақсы білесіз. Екіншісі, ақша бұл ең басты өмірімізге керек, ең маңызды құралдардың бірі екен. Бірақ біздің қазақ қоғамында бұндайды айтуға болмайды, себебі біз ақшаның құлы болмауымыз керек. Ең бастысы бізге беретін тәрбиелердің ішіндегісі бұл адамдарға қамқорлық жасау, жақсылық жасау. Бірақ бізде ақша туралы, ақшаға байланысты бізге ақпараттар бермейді. Яғни бізде ақшаға байланысты сауаттылық жоқ. Ақшаны дұрыс басқаруды, ақшаны көбейту жолын, ақшаның келу жолдарын үйретпейді екенбіз, алмайды екенбіз. Оны тіпті біз мектепте де үйренбейміз. Біз өзі қоғамға шыққаннан кейін ғана барып, ақшаның не екенін таяқ жеп жүріп өзіміз үйренеді екенбіз. Ал егер бұның ақша туралы бізде ақпараттар кішкентай кезімізден пайда болатын болса, бізде ақшаға байланысты көз қарас қалыптасады екен. Яғни адамдардың барлығына керек дүние бұл ақшаға байланысты көз қарастың дұрыс қалыптасуы. Бүгін сіздерге осы қалыптасуды үйреткім келеді. Ақшаға байланысты өзіңіздің жеке пікіріңіз, ойыңыз болу керек. Ақша мәселесіне келген кезде ол айналым дедік. Енді ақшаны көбейту жолы, Ақшаны көбейту жолы көбісі менен айтады, бір ғана пенсияға, немесе бір ғана айлыққа қарап отырған адам ақшасын қалай көбейтеді? Қалай оны жинақтайды? Дәл осыған байланысты Илон Масктың бір сұхбатын көрген кезде, адам бір дүниесінің көбейтуін қалайтын болса, адам өзінің мүмкіндіктерін зерттеуі қажет екен. Бүгін сіз өзіңізге осындай аппақ парақ алып, менің осы жұмысымнан басқа мен тағы қалай өзімнің табысымды көбейте алам деген сұраққа жауап беріп көріңіз. Бәлкім сіз қазір өзіңізге мен ешқандай жолмен көбейте алмаймын, менің ешқандай да бір жағдайым жоқ, немесе екіншісі уақытым жоқ деген сұрақтар келетін болса, оны да тоқтатып қойыңыз, Мысалы, ойлардың бәрін жазып қойыңыз, одан кейін шынайы қалау білдіріп, ақшамды көбейткім келеді деген ең бастысы ниетіңіз болу керек екен. Яғни біз айттым ғой, біз тағы да ақшаны көбейту жолдары дейміз, сылтау іздей бастайды екенбіз.
біз мүмкіндіктерге бармайды екенбіз. Ой, жарайды, мүмкін менде бүгін 7 сағаттық жұмыс, мүмкін 2 сағаттық тағы да бір жұмыс істеп, сауда жасап, ақшамды көбейтем деген біз мүмкіндіктерді іздемейді екенбіз. Біз ең бірінші кедергі ойлар, сылтау тағы да. Ой, болмайды. Бірақ сіз қашан болады, көбейтемін деген ойды өміріңізге алып келетін болсаңыз, сіз тартылыс санын өміріңізге алып келесіз. Сондықтан бүгін өзіңіздің табысыңызды қалай көбейту туралы өзіңізбен сұхбат жасайсыз. Енді екінші жағы, ақшаны көбейту, енді қарыз мәселесі. Бұл ақша бар жерде қарыз бар, бұл көп деген адамдарда бола беретін дүние. Бірақ мына жерде тағы бір ескертетін жағдай, қарыз бәрінің басында бар деген түйсік бар бізде. Ой, бәрінің дүниесі қарызбен келеді, дайкуанмен келеді. Ең бірінші осы ойды алып тастауға сізге кеңес беретін едім. Қарыз, ақша, жалпы біз қалай оған көз қараспен қараймыз, мысалы, ол бізге сондай бір энергияны жібереді екен. Егер сіз ақшаны, қарыз ол мүмкін, ол бәрі ала береді дейтін болсаңыз, демек сізге ол норма. Әдеттегі жағдай болып қалады. Сондықтан бүгіннен бастап қарыз мәселесі негізі болмау қажет деген ой пікірге өзіңізді шақыруыңыз керек. Ал жақсы, қазір сізде, мысалы, мен мәлім бір студентімде 11 миллион теңге қарыз болды, Енді отырғыздық біздің жеке терапиясын енді сұрайтын болсам, жалпы қарызды не үшін алғаннан ішкерлей сұраған кезде жауапкершілік алмаған. Өзін әлі күнге 5 жастағы бала, қоршақ алып, қайттан лақтырып, сондай бір 5 жастағы баланың халінде жүрген. Жеке терапиядан кейін ханым ол ақшаға байланысты көз қарасын өзгертті. Біріншісі, екіншісі ақшаға жауапкершілік алды, үшіншісі қарыз алғандағы көңіл күйін, не себепті алғанын. Ол айтады, мен күйеуіме көмектескім келді. Яғни ол жауапкершілікті күйеуіне берудің орнына өзіне алып, ол біреуге көмектесу үшін алдым. Одан кейінгісі мен өзім бай болып көрінгім келді. Үшіншісі менің сауатсыздығым. Яғни қарыз алғандағы сіз не мақсатпен алдыңыз? Біреулері біреуге көмектесу үшін алды, ақшасын көбейту үшін алдым, одан кейінгісі жуансю үшін алдым, ауырып қалғаннан кейін алдым. Яғни себептері көп қой қарыз алудың. Қарыздың негізі шығуы да, беруі де оның жақсылыққа пайдалану негізіне. Қарыз келген кезде бәрібір оны жақсылықпен пайдаландыңыз ғой. Ал алып алған кезде қандай, ол сіздің мәселеңізді шешті. Ал оны қайтаратын кезде қиналып, оны ит қыламыз ғой. Не жаман, қарыз жаман дейміз. Не жаман, сол қарызды Құдай берген адам жаман, банк жаман дейміз. Бірақ ол сіздің қандай да бір мәселеңізді шешіп, сізге жақсылық жасаған ұмыт кетеміз да. Осындай кезде қазақтың бір сөз бар. 99 жақсылық жасадым, бір жамандығымды бетім айтты дейді ғой. Сол бір жамандығын сіздер бетіне басасыздар да. Енді бүгіннен бастап қарыздан құтылу үшін ең біріншісі сізге керегі оны мойындау, екіншісі алғыс айту. Ол сіздің қандай да бір мәселеңізді шешкен үшін. Үшіншіден, біз қарыздан құтыламын деген шешім қабылдау екен. Ол шешім қабылдау үшін не істеу керек? Барлығын аппақ парақ аласыз, тағы да. Менің басына мына жерге қарыздан құтылғым келеді деп, қанша қарызыңыз бар, оны алған кездегі ондағы жағдайыңыз қандай болды, сәт қандай болды, біреуге ерегесіп алдыңыз ба, біреуге дәлелдегіңіз келді ма, қандай себеппен алғаныңызды аппақ параққа жазып, өзіңізбен сырласасыз. Өзіңізбен сырласу дегеніміз бұл сіздегі ең үлкен техника, көз техникасына алып келесіз. Көз техникасы сізге мойындауды алып береді. Мойындау сізге шешім қабылдатады. Қарызыңыз қанша болса да, сіз оған бетпе-бет келіп мойындамай, одан құтылам деген шешім қабылдамайынша, оны сіз өміріңізден алып кетпейсіз. Енді мен сіздерге қарызға байланысты ең үлкен менің ұнайтын техникаларым бар. Біріншісі 369 техникасын астыға қоям, және 555 техникасын. Ал қазір сізге мен ақшаға хат тапсырмасын беремін, оны сіз тапсырма бөлімінен қабылдайсыз. Жалпы ақшаға байланысты біз көз қарасымызды өзгертіп, ақша біздің өмірімізге не үшін қажет екенін, ақшаға байланысты біз өзіміздің шешімімізді қабылдаған кезде біз ақшамен достасады екенбіз. Келесі сабақта жүздескенше алтыным.